Саламатсыздар ма, 7 сынып оқушылары, қысым бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын толық талдап түсіндіретін боламын. Егер қажет болса, каналымда екінші нұсқасы бар және жалпы нұсқасы бар. Каналға өтіп, қажетті нұсқаларды қарасаңдар болады. Бірінші нұсқаның бірінші тапсырмасы суретте білеушілердің салмағы және аудандары көрсетілген. Үстел бетіне түсіретін қысымдарын өсу ретімен орналастырыңыз. А, Б, С, Д білеушілері берілген, салмақтары 20 ньютон, 24, 48, 24 ньютон, ал мұнда соған сәйкес аудандары 4 см квадрат, 4 см квадрат, 4 және 8 см квадрат екен. Оқушылар қысымдарын килопаскальмен тауып, мұндағы кестеге өсу ретімен орналастыратын боламыз. Оқушылар мінекей есептің берілгені бойынша салмағы 20 ньютон, салмақты ауырлық күшіне теңдеп алсақ болады. Соған сәйкесінше ауданы 4 см квадрат, оны халықаралық бірліктер жүйесіне келтіретін болсақ, 10 мыңға бөлеміз, немесе 4 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат деп алсақ болады. Б білеушесінің салмағы 24 ньютон, ауданы 4 см квадрат, метр квадратқа айналдырамыз, 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат болады. Мұнда да дәл сондай 4 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат. Ал мұнда 8 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат. Оқушылар, бізге табу керек А денесінің, Б денесінің, С және Д денесінің қысымдарын табуымыз керек, және оны килопаскальмен өрнектеуіміз қажет. Жалпы оқушылар, қысымды табу үшін өздерің білесіңдер, күшті ауданға бөлеміз. Енді біз А денесінің қысымын табатын болсақ, А дененің салмағын, яғни ауырлық күшін бөлеміз, соған сәйкес ауданға. Салмағы 20 ньютон, бөлеміз 4 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр квадратқа. Сонда оқушылар, 20-ны бөлеміз 4-ге 5 болады. Мұнда 10-ның -4 дәрежесі бөлшектің бөлімнен алымына ауысқан кезде +4 дәреже болады. 5-ті көбейтеміз 10 мыңға, 50 мың болады. Ол бізде 50 килопаскаль болады. Енді келесі Б дененің қысымын есептейміз. Ол үшін Б дененің салмағын, яғни ауырлық күшін бөлеміз Б дененің, Б білеушенің ауданына. Сонда оқушылар, 24-ті бөлеміз 4-ге 6 болады, көбейтеміз 10-ның 4 дәрежесіне. Сонда қысымы 60 килопаскаль болады. Келесі оқушылар, С дененің қысымы барлығын бір формуламен табамыз. Сонда 48-ді бөлеміз 4 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесіне. Сонда оқушылар, тең болады 12 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесіне. 12-ні көбейтеміз 10 мыңға, сонда бізде 120 килопаскаль болады. Ал енді соңғысы, яғни Д денесінің қысымы. Оны табу үшін Д денесінің салмағын бөлеміз Д денесінің, яғни Д білеушенің ауданына. 24 ньютонды бөлеміз 8 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр квадратқа. 24-ті 8-ге бөлеміз 3 болады, көбейтеміз 10-ның 4 дәрежесін. Сонда оқушылар, 30 килопаскаль болады. Оқушылар, өздерін көріп тұрғандай, А денесінің қысымы 50 килопаскаль, Б денесінікі 60 килопаскаль, С денесінікі 120 килопаскаль, ал Д денесінікі 30 килопаскаль екен. Енді осыны әкеп, мұнда әкеп қоямыз.
А денесінікі 50 килопаскаль, Б денесінікі 60, С-нікі 120, ал Д-нікі 30 килопаскаль. Өсу ретімен орналастырамыз. Ең кішкентай мінекей Д денесінікі, одан кейін А, мынау А түсінікті. Келесі Б денесі, соңғысы С болады. Келесі оқушылар, екінші тапсырмада графикте сұйық қысымның тереңдігіне тәуелді графигі берілген. Графиктері қандай сұйыққа сәйкес келеді? Оқушылар, мінекей мынау сұйықтардың биіктігі берілген, барлығы 5 сантиметрге тең екен, ал мұнда соған сәйкесінше қысымдары берілген. Бірінші дененің, яғни бірінші сұйықтың қысымы 400-ге тең, екіншісі 450-ге тең, ал үшінші сұйықтың қысымы 500 паскальға тең екен. Бізге табу керек бірінші графикке сәйкес, екінші графикке сәйкес және үшінші графикке сәйкес сұйықтарды тауып мұнда жазуымыз керек. Оқушылар, бірінші графикке қандай сұйық сәйкес келетінін табу үшін біз тығыздығын анықтаймыз. Тығыздықты табу үшін сұйықтар мен газдардағы қысым табу формуласы бар ғой, сол формуланы қолданамыз. Сонда тығыздық табу үшін қысымды бөлеміз G мен H-тың көбейтіндісіне. Бірінші сұйыққа сәйкес келетін қысым бізде 400-ге тең. 400 паскальға тең. G өздерің білесіңдер, 10-ға тең. 10 ньютон бөлінген килограммға тең. Ал биіктігі мұнда мінекей 5 сантиметр. Биіктік бізде 5 сантиметр. Оны метрге айналдырамыз. Соны 0,105 метр болады. Бөлеміз 10 мен 0,105-ің көбейтіндісіне, сонда 800 болады. Сонда оқушылар, бірінші графикке сәйкес келетін сұйық бізде керосин. Оны сендер оқулықтың соңындағы сұйықтардың тығыздығы деген кестені қарасаңдар болады. Керосин немесе мұнай деп алсаңдар болады. Мұнайдың, керосиннің тығыздығы 800-ге тең. Енді екінші графикке сәйкес келетін тығыздықты табатын болсақ, қысымды бөлеміз G мен H-қа. Екінші график бойынша қысым бізде 450-ге тең. 450 паскаль бөлеміз 10 ньютон бөлінген килограмм көбейтілген 0,105. Сонда бізде 900 килограмм бөлінген метр куб шығады. Бұл бізде майдың тығыздығы. Енді соңғы графикке сәйкес келетінді табатын болсақ, тура бірінші және екіншідегідей қысымды бөлеміз G мен H-тың көбейтіндісіне. Қысым бізде мінекей үшінші графикке сәйкес келетін қысым 500 паскальға тең. Бөлеміз 10 ньютон бөлінген килограмм көбейтілген 0,105 метр. Сонда оқушылар, тең болады 1000-ға. 1000-ды өздерің білесіңдер, ол судың тығыздығы. Мінекей, бірінші графикте бізде су екен, екінші графикте май екен, ал үшінші графикте тұрған сұйық бізде керосин немесе мұнай екен. Келесі оқушылар, үшінші тапсырмада сұрақтарға жауап беріңіз. Асында гидравликалық машиналар деп қандай машиналарды айтамыз? Оқушылар, оқулықтағы ережені өздерің жақсылап түсініп жазсаңдар болады. Немесе гидравликалық машиналар механикалық энергияны қабылдау және қайтару немесе түрлендіру үшін қолданылатын машиналар. Б тапсырмасында гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципі қандай заңға негізделген? Өздерің білу керексіңдер, Паскаль заңына негізделген. С тапсырмасында гидравликалық машиналардың жердегі және айдағы әрекетінде айырмашылық бола ма? Әрине болады, себебі формула бойынша түсіндіретін болсам, F2-ның F1-ге қатынасы тең болады олардың үлкен және кіші поршендердің қатынасына. Мұндағы F-ті табу үшін масса мен G-ді көбейтеміз. Жерде де айда да масса өзгермейді, сол күйі қалады. Ал жердегі G, яғни еркін түсу үдеуі 9,8-ге тең, ал айдағы еркін түсу үдеуі 1,6-ға тең. Сонда жердегі және айдағы әрекетінде айырмашылық болады екен. Ал енді Д тапсырмасында гидравликалық машина күштен қандай ұтыс береді?
Гидравликалық машинаның үлкен поршенің ауданы кіші поршенің ауданынан неше есе артық болса, гидравликалық машина күштен сонша есе ұтыс береді. Оқушылар 4-ші тапсырмада былай делінген: Балнұр қасықтың күмістен жасалған тексеру үшін оның салмағын ауада және суда өлшеді. Өлшеу нәтижелері: ауадағы салмағы 210 миллиньютон, судағы салмағы 190 миллиньютон. А тапсырмасында неліктен ауадағыға қарағанда қастың судағы салмағы аз? Себебі оқушылар суда денеге Архимед күші әсер етеді, яғни ол ығыстырушы күш деп алсаңдар болады, немесе кері итеруші күш деп түсінсеңдер болады. Б тапсырмасында қасықтың күмістен жасалған тексеру үшін келесі шамаларды анықтау керек. Бірінші, қасықтың массасы. Екінші, қасыққа әсер ететін кері итеруші күш. Үшіншісінде қасықтың көлемі. Төртіншісінде қасықтың тығыздығы. Ал С-да кесте бойынша күмістің тығыздығы 10.500-ге тең. Балнұр қандай нәтижеге келді? Оқушылар есептің берілгені бойынша ауадағы салмағы 210 миллиньютонға тең, судағы 190 миллиньютонға тең. Оны біз мыңға бөлу арқылы ньютонға айналдырамыз, немесе 210 көбейтілген 10-3 дәрежесі ньютон деп алсақ та болады. Онда 190 көбейтілген 10-3 дәрежесі ньютон. Бірінші тапсырмасы бойынша массаны табуымыз керек. Массаны табу үшін ауадағы салмағын бөлеміз еркін су үдеуіне. Ауадағы салмағы 210 көбейтілген 10-3 дәрежесі ньютон. Бөлеміз G бізде 10-ға тең, жоқтап алған кезде 10-ға тең. Сонда 21 көбейтілген 10-3 дәрежесі килограмм болады. Мұндағы -3 дәрежені килоға алмастырып 21 грамм деп алсаңдар да болады. Енді екінші тапсырмасы бойынша ығыстырушы күшті табуымыз керек. Ығыстырушы күшті табу үшін ауадағы салмақтан азайтамыз судағы салмақты. Ауадағы салмағы 210 көбейтілген 10-3 дәрежесі ньютон. Судағы салмағы 190 көбейтілген 10-3 дәрежесі ньютон. Тең болады 20 көбейтілген 10-3 дәрежесі ньютонға. Осыны осылай қалдарсаңдар да болады, немесе 20 миллиньютон деп алсаңдар да болады. Енді оқушылар келесі 3-ші тапсырмада мұнда жазайық. 3-ші тапсырмада көлемді табу керек. Көлемді табу үшін Архимед күшінің формуласынан қорытып шығарамыз, яғни ығыстырушы күшті бөлеміз тығыздықпен G-дің көбейтіндісіне. Ығыстырушы күш мінеке мұнда таптық. 20 көбейтілген 10-3 дәрежесі ньютон. Мынау бізде судың тығыздығы 1000-ға тең. Көбейтеміз G бізде 10-ға тең. Сонда оқушылар 20 көбейтілген 10-3 дәрежесін бөлеміз 10.000-ға. Сонда 2 көбейтілген 10-6 дәрежесі болады. Метр куб болады. Сантиметр куб деп алсақ та болады. Сонда 2 сантиметр куб болады. Келесі оқушылар 4-ші тапсырмада тығыздықты табу керек. Тығыздықты табу үшін, яғни қасықтың тығыздығын есептеп жатырмыз, массаны көлемге бөлеміз. Масса бізде 21 көбейтілген 10-3 дәрежесіне тең. Ал көлем 2 көбейтілген 10-6 дәрежесі метр кубқа тең. 21-ді 2 бөлеміз 10,5 болады. Мұнда 10-3 дәрежесі, мұнда 10-6 дәрежесі азайтылады. Мына жердегі -2 плюс болады, сонда 10-3 дәрежесі болады. Сонда 10,5-ті көбейтеміз 1000-ға, сонда 10.500 болады. Ал енді оқушылар бізде 5-ші тапсырмасы бойынша кесте бойынша күміс 10.500 кг бөлінген метр кубқа тең, яғни күмістің тығыздығы осыған тең. Балнұр қандай нәтижеге келді? Мұнда жазып қойсақ болады. Балнұр қасықтың таза күмістен жасалғанын түсінді. Оқушылар өздерін көріп отырғандай 4 есепті толық талдап аяқтадық.
Бұдан да бөлек оқушылар алгебра және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар каналға өтіп, қажетті сабақтарды көрсеңдер болады. Сау болыңдар.